келдіңдер мында. Қазір сендер көмек беретін үшін, мынандай біз психологиялық ахуал тудыру үшін осыдан алып жасап көрейік жұмыс. Кәне, не істейсіңдер? Сөйлемдерді эмоциямен қуанышты, ашулы және қорқынышты оқу керексіңдер. Кәне, Алина. Көз келді. Көз келді. Көз келді. Жақсы, Есмина. Күзде мектепте сабақ басталады. Күзде мектепте сабақ басталады. Күзде мектепте сабақ басталады. Жақсы, чапалақтаймыз. Отыра беріңдер. Енді балалар, бүгін біз сендермен осы 9-шы бөлімнің жер планетасына қауіпті қалдықтар бойынша келесі тақырыпты өтеміз. Бұл Думан Рамазанның соңғы бек әңгімесі. Қазір сендер ең алдымен видео қарап аламыз. Республикалық одағының ядролық сынақ полигондарының бірі аса маңызды стратегиялық объектісі болды. КСР заманында Қазақстан аумағында атом бомбалары сынақтан өтті. Ол үшін арнайы 18 миллион гектар жер бөлініп, Семей ядролық полигоны ашылды. Бастапқысында адамдарға, жануарлар мен табиғатқа тікелей зардабын тигізген ашық сынақтар жасалды. Семей маңындағы радиациялық әсер аймағында тұратын 500 мыңдай адам осы сынақтан азап шекті. Семей ядролық полигонындағы сынақтардың жалпы саны 456 ядролық және термоядролық жарылысты құрады. Олардың 116-сы ашық болды, яғни жер бетінде немесе әуе кеңістігінде жасалды. 1949 жылдың 29 тамызында Семей өңірінде жерден 38 метр биіктікте қуаты 20 килотоннаны құрайтын алғашқы атом бомбасы сынақтан өтті. Семей полигонында әуеде және жер бетінде сынақтан өткізілген ядролық зарядтардың жалпы қуаты 1945 жылы Хиросимаға тасталған атом бомбасының қуатынан 2,5 есе көп болды. 1989 жылдың ақпанында Семейдегі атом полигонын жабу үшін күресті бастауға ұйғарылған Невада Семей қозғалысының алғашқы митингісі өткізілді. Оны басқарған белгілі қоғам қайраткері ақын Олжас Сүлейменов. Сол жылдың 6 тамызында Семей облысының Қарауыл ауылында ядролық қаруды сынауға мораторий жариялау жөніндегі ұсынысты КСР және ақш президенттеріне үндеу қабылданды. Ядролық сынақтардың қатері жөнінде барлық бұқаралық ақпараттар құралдарында, телевидение мен газеттерде әңгіме бола бастады. Түрлі елдердің парламенттері өз сессияларында қозғалыс ұрандарын талқылап жатты. Радиациялық сәулелердің зардаптары жайлы дәрігерлер мен ғалымдардың ашық әңгіме қозғауға батылдары жетті. 1991 жылдың 29 тамызында Семей ядролық полигоны жабылып, 1992 жылдың мамырында оның базасында Курчатов қаласындағы ұлттық ядролық орталық құрылды. Қазіргі уақытта Қазақстан территориясынан ядролық зарядтар шығарылып, еліміз ядросыз зонаға айналғанымен, ядролық қарудың сынға алынуы адамдардың жадында қалды. Ал радиация халықтың генетикалық кодына кері ықпалын тигізді. Сондықтан бүгінгі таңда Семей полигонының әлі де болса ғылыми тұрғыдан қарастырылмай қалған қырларын болашақта зерттеудің маңызы ерекше. Жақсы, енді видео бейне жазғанымыз бізде не жайында болды? Видео бізде Семей полигоны туралы және ядролық полигонды жарылыстар туралы. Жақсы. Сонда осы Семей полигонының адамдарға тигізген несі туралы айтылды? Радиоактивтік қалдықтар туралы. Адамдарға несі тигізді? Зар, зиян. Зардаптары болды, зиян тигізді. Және біздің Думан Рамазанның соңғы дем әңгімесі сонда осы Семей полигонының адамдарға тигізген зардаптары туралы, Семей полигоны мәселесін қозғаған. Ал Семей полигонының Невада Семей қозғалысын кім басқарыпты? Олжас Сүлейменов басқарған. Жақсы, қазір енді сендер осы сабақтың оқу мақсатымен танысып алайық. Бұл
біріншіден мәтіндегі ақпараттың тақырыппен байланысын анықтау, оған түсініктеме беру. Біздің оқылған және тыңдалым, оқылым мәтіні болады. Осы мәтіндердің біздің тақырыппен байланысын анықтаймыз және түсініктеме береміз. Ал сабақ мақсаттары. Сендер осы мәтіндегі ақпаратты тақырыппен байланысын анықтайсыңдар. Мәліметтерді жинақтай отырып тақырып бойынша сызба кестелер жасайсыңдар. Және де сөздердің байланысу түрлері мен тәсілдерін орынды қолданасыңдар. Келесі. Сабақ бойынша біздің бағалау критерийлері. Сендер не істей алу керексіңдер? Біріншіден, негізгі ойды анықтайсыңдар және түсініктеме бересіңдер. Негізгі ойды сендер және анықтадыңдар, түсініктеме беріңдер. Сөздердің байланысу түрлерін ажыратасыңдар және сызба кестелер жасайсыңдар. Енді осы Думан Рамазанның соңғы дем әңгімесіндегі өз елінің тағдырына деген алаңдаушылық байқалады. Мұндағы берілген кейіпкерлер арқылы, солардың образдар арқылы ол бүкіл елдің жағдайын алаңдайды екен. Әңгіме қазақ жерінде жасалған сынақтардың кінәсіз құрбандары жайлы толғанысқа толы. Семей ядролық полигонының жарылыстарынан зардап шеккен бір ауылдың тұрғындары мен Нұркен отбасын тас-талқан болған тағдырлары толғатылады. Осы әңгімеде небәрі 3 кейіпкер болады. Осылар арқылы сол заманның ауыр тұрмысын, қарапайым халықтың басындағы дауасы жоқ дертті көрсетеді. Қазір сендер оқығанда көресіңдер, қандай 3 кейіпкер, кім болды екен, қандай қиын жағдай болды оларда. Енді келесі, кәне Исмина, Думан Рамазан туралы ақпаратты айтып жіберші. Думан Рамазан ол жазушы, журналист, аудармашы, зерттеуші. Драматург Думан Рамазан 1967 жылы 1 тамызда қазіргі Шығыс Қазақстан, бұрынғы Семей облысы, Абай ауданы Қызылту кеңшарында дүниеге келген. 1985-1902 жылдары Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінде оқыған. Оның шығармалары: Көкжал, Хан Кененің қазасы, Алланың әмірі, Жылап аққан тамшылар, Көктәмір, Абылай ханның арманы, Пешене, Тақ, Дәрмене атты кітаптардың авторы. Жақсы. Сонда Думан Рамазан біздің жерлес жазушы, біздің өнімізден шыққан, яғни Шығыс Қазақстан облысы, біз Шығыс Қазақстаннан шыққанбыз. Абай облысы, бұрынғы Семей, қазір Абай деп аталынады. Енді, және біз сіздермен видеоны тыңдадық. Сол видеода бүгінгі сабақта кездесетін жаңа сөздерді танысып, сөз тіркесін жасап алайық. Кәне, біріншісі сынақ. Сынақ дегеніміз, яғни тексеру, байқауды білдіреді. Сынақпен қандай сөз тіркесін жасауға болады? Сынақ жасалды. Сынақ жасалды, жақсы. Келесі, дем. Бұл тыныс мүшелері арқылы, адамның тыныс мүшелері арқылы шығарылатын ауа. Дем алу. Дем алу, жақсы, дұрыс. Жарымжан ол кемтар, мүгедек, дімкәс адам, Жарымжан бала. Жарымжан бала. Сілкінтіп жіберді, қозғалту, селт еткізу, дүрліктіру. Сілкінтіп жіберді. Жақсы, сілкінтіп жіберді. Жарылыс дегеніміз қопарылыс, дүмпу дейді. Жарылыс болды. Жарылыс болды. Ақыр заман, азып тозған уақыт, азған заман. Ақыр заман келді. Ақыр заман келді. Жара, зардап шеккен дене бөлігі немесе жарақат. Жара пайда болды. Жидіп, іріп, шіріп, иістенеді. Жидіп кетті. Жидіп кетті. Жақсы. Енді қазір көрген видео бойынша біз сендермен тапсырма орындаймыз. Қазір сендерге бүгінгі күнді тақырыпты жазып аламыз. Бір-бірімізді бағалауды ұмытпаймыз. Алина, сен Исминаны бағалайсың, бағалау парақтарын. Исмина, сен Алинаны. Әрбір тапсырманы содан кейін мен беріп отырам, осындай бағалау әдістермен бағалаймыз. Қазір сендер бірінші қиындыларға осы тапсырманы орындайсыңдар. Жеке. Мысалы, Семей ядролық полигоны қандай сөз жетпейді? Жылашылды.
Болдық па? Исмина болды. Алина? Жоқ. Болды Алина, иә? Иә. Ал кәне Исмина бірінші болған оқи ғой. Семей ядролық полигоны 1949 жылы ашылды. Онда атом бомбаларын сынақтап өткізді. Бұл ядролық сынақтардан мыңдай адам азап шекті. Семей ядролық полигонында 456 ядролық сынақ жасалды. Полигон жер бетінде жылы жабылды. Қазір тексересіңдер. Дұрыс нұсқасын беремін. Алина оқы. Сен тыңдап отыр. Алинанікі дұрыс па, жоқ па? 1989 жылы Біріншісі ашылды дейсің, не? жабылды. Жабылды. Сен бесіншісін оқып тұрсың. Сен басынан бастап оқы. С первого подряд, читай. Семей ядролық полигоны 1949 жылы ашылды. Онда атом бомбаларын сынақтан өткізді. Бұл ядролық сынақтардан 500 мыңдай адам азап шекті. Семей ядролық полигонда 456 ядролық сынақ жасалды. Және полигон 1989 жылы жабылды. Жақсы. Қазір месіндегі дұрыс нұсқасын қоям. Бір-бірлеріңді тексеріп шығыңдар. Бір-бірлеріңді тексересіңдер, мұна бағалау доғасымен бағалайсыңдар. Алина Исминаны тексер, Исмина Алина тезірек. Мен тақтада тұр, дұрыс па, жоқ па? Мен Алинаға 10 балл салдым, себебі ол тапсырманы жақсы орындады. Қатесі жоқ, е? Барлығы дұрыс. Алина? Исмина 9 балл. Қатесі бар ма? Иә. Нешеу? Бір. Бір қатесі бар, е? Соңғы сөйлемде, е? Қате жіберді. Жақсы, мұнда қойып отырасыңдар, бір-бірлеріне ұмытпай, е? Жақсы, енді келесі. Қазір біз оқулықтағы 74-ші бетті ашамыз. Осы жерде соңғы дем әңгімесінің үзіндісі бар. Сол үзіндіні оқып шығамыз. 2 минут уақыт беріледі, 2 минутта оқып шығыңдар, е? Тапсырмалар бойынша берген критерий дескрипторларын не? Толық анық жеткізеді, бөлісіп сұрақтарға жауап бере алады. Болдық, е? Енді, бірінші сұрақ. Мәтінде диалогке неше адам қатысқан? Кім айтады? Мәтінде диалогте 3 адам қатысқан. 3 адам қатысқан. Нұрбек кім? Гүлжанның жолдасы. Жолдасы. Қаншайым әже кім туралы айтты? Қаншайым әже өз немересі туралы айтты. Гүлжан мен Қаншайым әже не туралы сөйлесті, Алина? Полигонның зардаптары. Зардаптары туралы сөйлеседі. Кәне, тексеріп жүрейік. Дұрыс па екен? Иә. Жауаптарымыз дұрыс, е? Жақсы. Енді қазір сендер Тарсия әдісі арқылы оқыған мәтіннің желісі бойынша жинастырасыңдар фигураларды, е? Дұрыс жинастырғанда сендерде 3 бұрыш пирамида шығу керек.
Жүптік жұмыс бірге орындаймыз. Енді орналастырып жазамыз. Şükürшілік. Өз үйім үшін алайын. Жарымжан болып тұрды. Байсыз бала. Вот он, держи. Скандинавия. Гүлжанның жары. Осының бәрі. Zaten tek paramız var. Niye положим фильм? Почему? Везде. Кайнар орал. Жылы бар ма? Это деды очень Яган. Вот это, да? И остается. Подожди, так. Ставим вот. Сбол. Болдық па? Жақсы. Кәне. Пирамида шықты, е? Кәне, не дейді оқыш бірінші сөйлемде? Шүкіршілік қарағым, өз үйім үшін аман ба? Аман ба, жақсы.
Жоға Құдай ол ауырғаны Қашан? қашан. Соңғы тиіп, соңғы биік қалған болар ауаға зиянды заттар. Жарымжан болып туды ой, байқұс бала. Дұрыс. Гүлжанның жары Нұрбек. Дұрыс. Жер мен аспан арасындағы классика авторы. Иә, жер мен аспан, қайнар олжай деуін. Вот это получается. Думан Рамазанның соңғы дем. Соңғы дем. Авторы. Былай. Нұрбектің де соған. Нұрбектің де соған. Содан. Жоқ. Тұр. Болды ғой. Жақсы. Шапалақтаймыз өзімізден. Енді жинап алып тастайық. Қазір келесі тапсырма орындаймыз, е? Өздеріңді бағалап отырыңдар, ұмытпаймыз. Так, келесі тапсырма дескрипторға қараймыз. Мәтін мазмұнын түсінеді, және сендер оқыған мәтін мазмұны бойынша оқиға ретін сақтап жазады. Қалай істейсіңдер оны сендер? Родтық жіктелім әдісі арқылы оқиға желісіне жоспар сияқты жазды. Мысалы, бірінші оқиға қандай болды, екінші қандай, үшінші, төртінші деп ретімен 9-ға дейін жазып шығамыз. Бұны да бірге істеп қойайық. Мұнда жазамыз.
Және кім оқиды? Бірінші, бұл Гүлжан сиырын сауып табынға қосты. Екінші, қаншайым қараймен кездесу. Үшінші, қаншайым әжесінің Нұрбектің денсаулықты сұрады. Төртінші, Нұрбектің жағдайын айтып, Гүлжанның көзіне жас келді. Бесінші, қаншайым әже Гүлжанды шайға шақыру. Жаным өңге оджалды. Нұрбектің сүт сұрауы. Нұрбекті шанардым. Және тоғыз Нұрбектің қайтыс болуы. Жақсы, жарайсыңдар. Енді өздеріңді және қалай жұпта жұмыс істедіңдер, бағалап жіберіңдер. Қазір сергу үшін келіп мұнда бал араларын орналастырып жіберейік. Әйтпесе бір орында тұрып қалады. Кәне келіңдер. Біз сөздердің байланысу түрлерін өткенбіз, Қандай түрлері бар біздің сөздердің? Су, матасу, меңгеру, Қабысу, жанасу. Жанасу. Осыны қазір сендер міне араларда сөздер орналасқан. Сендер осы сөздерді дұрыс орналастыру керексіңдер. Қиысуға жанасу, меңгеру, қабысу, матасу. Дауысымызды шығарып айтайық. матасу бұл мектеп іс-шарасы. Жақсы. Жастырын түр мектептің не? Меңгеру көке көтерді. Дұрыс. Кейсу мен көрдім. Дұрыс. Қабысу төрт бала. Кейсу біз ойындадық. Біз уайымдадық, Қабысу алтын Сақия. Сақина. Жусаннан аласа меңгеру. Меңгеру ағаштың түбі. Жанасу қалықтап ұшты. Былтыр тапсырды. Қызықты оқиға қабысу. Қабысу көк байрақ. Дұрыс. Бесінші орын. Дұрыс. Қабысу Жарыстың кітабы меңгеру. Дұрыс. Сендер таратадыңдар. Таратыңдар. Қиысу Қасақана сөйледі жанасу. Жанасу. Біздік тіркелдік кейсу. Қиысу. Ертең барады жанасу. Ертең барады, жанасу. Тақыры. Қандай тақыры? Матасу меңгеру. Қабысу. Қабысу. Тарихи шығарма. Қара жерге. Қабысу тарихи шығарма. Тарихи шығарма қабысу. Қара жерге құлады, қайда қоясыз? Меңгеру. Меңгеру, дұрыс. Айдын шалқар көл. Айдын шалқар көл. Қабысу. Қабысу. Жетеді, осы қазір. Жақсы. Жарайсыңдар. Келесі. Қазір сендер рабт әдісі арқылы кімдің рөлінде? Біреу қаншайым әже, екіншісі Гүлжан рөлінде. Кімге? Президентке немесе министрге өтініш жазасыңдар. Өтініштің тақырыбы осы экология тақырыбын қозғайсыңдар. Өтініш бізде қай стильге жатады? Ресми іс қағаздар стиліне жатады. Яғни нақты бекітілген норма бойынша жазып шығасыңдар қазір өтініш. Басына кімге жазасыңдар, не екенін, кімнен және мәтінді жазасыңдар. Және бүгінгі күнмен толық қоюға болады. Жақсы. Қанша? 5 минут жеткілікті ме? Қағаз керек сұрап. Саған қағаз керек пе? Жақсы, жазамыз.
Алина болып қойды, иә? Иә. Жақсы. Исмина қазір аяқтайды. Жақсы, Алина, оқи бер, иә? Оқы. Иә, тұр. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа Қаншайым Айшеден өтініш. Сізден экология мәселесін шешіп, зардап шеккендерге медициналық көмек көрсетуді және ядролық полигонды жабуды сұраймын. Жақсы, иә? Ядролық полигонды, кәне. Тұр. Қазір бір-бірлеріңді сендер міне тұлпарда берілген не бойынша бағалайсыңдар. Әдіс арқылы. Қазір енді Исминаны тыңдап алайық, содан кейін бағалайсыңдар, иә? Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа Қаншайым атынан өтініш. Сізден Семей полигонын жабуды, экологиялық мәселелерді шешуді, сондай-ақ ядролық жарылыстардан зардап шеккен адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, оларға көмек көрсетуді сұраймын. Жақсы. Енді бір-бірлеріңді бағалап жіберіңдер. Исмина Алинаны, Алина Исминаны. Өтінішті. Ресми іс құжат стиліне сай болуы керек. Мен Алинаға 10 балл қоям, себебі ол өтініш жақсы жазылды, қиындықтар болмады. Берілген критерий бойынша барлығын жазып шықты, иә? Ал Алина? Исмина 10 балл, қате жоқ. Қате жоқ, барлығы нормаға сай істелінген. Жақсы, жарайсыңдар. Енді қазір сендер Learning Apps платформасы арқылы осы бүгінгі сабақты біз қазір тест арқылы бекітіп жіберейік. Мына QR кодқа телефонмен кіреміз. Кімдерге? Міне осындай сіздерде бет ашылу керек. Ашылды ма? Жоқ. QR код керек па? Исмина аштың ба? Алина? Иә. Аштың, иә? Міне осындай шығу керексіңдер бе? Шықты ма? Шықты, иә? В одиночку дегенді басасыңдар. Осы жерде сендерде тапсырмалар шығу керек. Қиысуды тап деп, мысалы, сендер өздерін былай белгілеп отырасыңдар. Белгілеңіз. Күнде барлығы 10 сұрақ ішінде қанша балл алады екенсіңдер.
Мен болдым. Сен болдың, иә? Кәне, дұрыс, неше бал шықты сенде? 10 бал шықты, қиындықтар болмады. 10 бал шықты, барлығы дұрыс, иә? Жақсы, жарайсың. Алина? Болдың ба, Алина? Жоқ. Өзіңе баға есімені қойып қой. Мен болдым. Сен болдың. Неше дұрыс? 9 дұрыс, 1 қате. 9 дұрыс, 1 қате болды, иә? Иә. Жақсы. Жарайсыңдар, өздеріңді бағалаңдар. Енді келесі тапсырма. Және біз сендермен сергіту сәтінде сөздердің байланысу түрлерін қайталап шыққанбыз, иә? Енді осы сөздердің байланысу түрлеріне байланысты осындай тапсырма біздің мәтіннен беріледі, иә? Қазір тақтадан осы байланысу түрлері жүктіп, тақтаға шығып жазамыз. Қиысу, матасу, қайсы қайда шығады? Келіңдер. Кезек, қиысу, матасу, келесі Алина матасу, иә? Иә. Қиындықтар біз дайындаламыз. Біз дайындаламыз. Жақсы, Алина. Матасуға келе ол. Қандай сөз тіркесі? Нұрбектің, е? Нұрбектің жарасы, матасу. Жарасы. Нұрбектің Алина, керісінше. Мына екеуі. Мұнда жоқ, мұнда қоясың, мұнан алыпса. Нұрбектің жарасы. Жақсы, меңгеру есмені. Меңгеруге қай сөз қойды екен? Қапысуға Алина ке? Меңгеру, аузымен демалу. Қапысу. Қабысу, Жан бала. Кел жарасу. Бисмилла. Жарасу өңдеп қажетке Жарас. Енді тексеріп алыңдар, қараңдар. Қиысу біз дайындаламыз, дұрыс па? Матасу Нұрбектің жарасы. Дұрыс. Меңгеру аузымен демалу. Қабысу жарым жан бала. Жанасу өңдеп қажетке жарты. Дұрыс, иә? Иә. Жақсы. Қазір сендер бағаларыңды қойып шығыңдар өздеріне. Бұл орындаған тапсырма бойынша. Біз сендермен енді кері байланыс берейік, иә? Кері байланысқа міне сандықтарда тұр. Бірінші қолымнан келді, яғни қолымнан келді, мен бүгін барлығын жасай алдым, барлығын түсіндім. Үйрендім, бірақ кішкене бір жерлерді әлі маған да жұмыс жасау керек. Көмек керек, яғни мен қиналамын, әлі маған көп нәрсені үйрену керек деген секілді. Осы тиындарды соған барып қайсына саласыңдар. Бүгінгі сабақ бойынша
Исмина қолынан келді дейді. Мен қолымнан келді таңдадым, себебі бүгінгі сабақты өте жақсы түсіндім. Бүгінгі сабақ өте көңілді және ақпаратты болды. Жақсы, рахмет. Алина? Мен үйрендім. Жақсы. Үйрендім. Неге үйрендім алдың? Неге сен қолынан келді алған жоқсың? Өйткені сенде? Әлі сұрақтарың бар ма? Жоқ. Барлығы түсінікті. Барлығы түсінікті болса, қолынан келді дегенде салып қой. Үйрендімге салдың. Неге сенде сұрақтарың бар? Біраз қателіктер бар сенде, әлі кішкене жұмыс жасау керек. Жақсы. Отыр. Енді біз бүгін сендермен осы Семей ядролық полигонының жарылыстарынан зардап шеккен бір ауылдың тұрғындары, осы Нұрбектің отбасы туралы, осы радиациялық көлге түсіп, Нұрбек өзі жара пайда болады, Нұрбекте осы көлге түскеннен кейін. Сол жарадан көп қиналып, аяғында қайтыс болып кетеді. Ал жәнегі әженің немересінде қандай ақаулық болады? Оның Немересі немен демалады екен бала? Жаман Таңдайымен демалады, яғни оның демалу, тыныс алу мүшесі таңдайында. Бала аузы жабылып қалса, не істеп қалады екен? Демала алмай қалады, Осының барлығы ненің әсерінен? Семей ядролық полигонның. Сол полигонның әсері әлі күнге дейін де адамдарға зиянын келтіріп жатыр. Жақсы, рахмет. Енді үйге тапсырма қиындыларды берем, осы қосымша тапсырмаларды. Осы тапсырмаларды орындап келесіңдер. Және де Семей ядролық полигонның зардаптары деген тақырып бойынша ақпараттарды жинақтап, үйден постер жасап әкелесіңдер. Бағалау парақтарына бағалауларды қойыңдар ғой, енді маған тапсырыңдар. Жақсы. Жақсы, сабақ аяқталды. Сау болыңдар. Сау болыңыз.